Қымбатты ұстаздар, құрметті оқушылар, тәуелсіздік жыр әнім атты мектепшілік мәнерлеп оқу сайысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. 1991 жылғы 16 желтоқсанда президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған конституциялық заңнан бастау алған тәуелсіздігімізге 31 жыл толды. Еліміз егемен тәуелсіз мемлекет мәртебесін алып, қазақ халқының сан ғасырлар бойы аңсаған арманы іске асты. Бұл тәуелсіздік біздің халқымызға оңайлықпен келген жоқ. Өзге емес, өзіміздің тарихынан қалып бара жатқан еліміз тәуелсіздік құрсауынан құтылды. Құрметті оқушылар, бүгінгі мәнерлеп оқу сайысымыз еліміздің тәуелсіздік алғанына 31 жыл толу мерекесіне арналып отыр. Сен қазақсың. Қазақ деген ел бөлек, қазақ салған соқпақ бөлек, жол бөлек, киіз үйі жер сияқты жұп-жұмыр, шанылағы күн сияқты дөңгелек. Сен қазақсың, бір алаңның құлысың, адамға да құл болғанда құрысың. Жойқын соғыс зұлматтардан жойылмай қалған ұлтсың, қаһармансың, ұлысың. Сен қазақсың, ұлы дала тұғыры, күмбір-күмбір күрескерлік ғұмыры, тірескеннің дірілдеткен тізесің, тұлпарының тұяғының дүбірі. Қазақсың, қайырғы жұрт іздеген, табиғаттан кен тамырын ізбеген, қолын жайып көктен өмір сұраған, жер бетінен жер ұйықты іздеген. Сен қазақсың, қазынасы нәсіп қой, қазақ болу, ғаламатқа ғашықтық, жерім, суым, тауым сұлу соншалық, көрген көзден кететіндей жас ыстық. Сен қазақсың, одан жылсың, тектісің, айбарлысың, ақылдысың, беттісің, көп болуға, бір болуға тиіссің, көрмей үшін жаттың езі кеттісің. Сен қазақсың, келе жатқан бағасың, адамзатқа ізгілікке жол ашып, дастарханың елшілік ежілден, диірмансыз иман достың қолар. Сен қазақсың, қазақ деген туғанда, онда дүние тағымнан үлгі алда. Ата жұрттан ана тілін айырма, төбеде күн, төменде жер туғанда. Salını var.
Қартаның қадірі бар, жақсылық бар, жаны құмар, жаса қазағым. Тарихының тамыры бар, дәстүрдің пәлімі бар, сақпелудың сарыны бар, жаса қазағым. Қазақ тілін, қазақ тілін, баянды ол қазақ тілін, бағын қайнатып. Мықты халқым, құтты салтым, айдарысың, мықты жақым, жаным жайнасың. Сендегі кексің ерген, керуен тартып, көрші кеткен, түлігі түсіндірген, жаза қазағым. Өзгеріп тұлпар мінген, саят құрып, суға келген, күйбірімнен шыққа жүрген, жаза қазағым. Жаза қазақ тілін, жаза қазақ тілін, баянды ол қазақ тілін, бағын қайнатып. Мықты халқым, құтты салтым, айдарысың, мықты жақым, жаным жайнасың. Алдымен бүгінгі мәнерлеп оқу сайысының басты ережелеріне тоқталып өтсек, байқаудың шарты: бірінші, байқауда тәуелсіз елдің тұғыры биік атты мәнерлеп оқу түріндегі шығармасы орындалады. Екінші, бір оқылымның регламенті 3 минуттан аспауы тиіс. Үшінші, өлеңнің тақырыбы айқын болуы шарт. Төртінші, өлеңді мәнерлеп жатқа оқу шеберліктері. Бесінші, өлең оқыған оқушының сахнадағы мәдениетіне, дауыс мәнерімен ырғағына назар аударылады. Алтыншы, қатысушылардың өнері 5 бай және 2 бай аралығында балдық жүйемен бағаланады. Міне, бүгінде болашақта Қазақстанның көк туын жеңіс тұғынан көрсететін ұландарымыз өз елінің тәуелсіздігін туған жерін мақтаныспен жыр шумақтар арқылы жеткізгелі отыр. Олай болса, сайыскерлерді ортаға шақырамыз. Екінші сынып оқушысы Молдабай Таңшолпан. Қуаныш Мұнаралы, тәуелсіздік. Қазақ жұрты аман ба алашымның, қашаннан қазағыма жанашырмын. Көк туды көтеретін көк аспанға, батыр туған қазақтың баласымын. Тектілікті ұнататын қазағым, талай көрдің қиындықтың азабын. Бабалары өсиет қылып ұрпаққа, аманатын тасқа қашап жазатын. Азат елдің арқасында секілді,
Сәтбаев. Тәуелсіздік таңын күтіп, армандаумен өтті қазақ, шапқан жауақ шаңын жұтып, көріпті елім көп қиянат. Бүгін мен қалдың десіп, жерді алдыңға бабағаның қилы тағдыр кешіп, тарттың заман зобалаңын, жаулар майза көп сілтеді, бабалардың белгі еткеннен тарттың Тұнбақ болды жоқ қып сені, қырғын аз ба сен көрмегенің кемде кемал дала кезген көшпенді елім. Сөнбек емес сендегі алау жанды қайта өшкендерің. Берілмеді ер тайталасып, жау қолында басы кетті. Жемім деді жанталасып, шексе де мұң қасіретті. Алла өзі оңғарған-ау, жауға шапты бақтап қару. Оңай бола қойған жоғау, ата жұртты сақтап қалу. Желтоқсан алаңы. Мұхтар Шаханов. Сәл аялдап тағзым етпей балаларынан өтпеңдер. Желтоқсанда азғырықтан тітіркеніп көкпенбен. Бұл жер қалқан асқақ ру жарылысы өткен жер, қайта оянған ұлт намысы қызыл қанға бөккен жер, ерте есейген ару қызды шаштан сүйдеп тепкен жер. Жатты мұнда естен танып күзге айналған көктемдер. Алаң шетін қоршап тұрған шыршаларға ала көк, жас бүлдіршін сезіміңді жанар етіп қарап өт. Сол арадан сатқындықтай елестейді қарабеттің көбі бүгін дара тұлға дара бет. Жас бүлдіршін мұз құрсанған шыршаларға қарап өт. Заманымның жеңісі мен жеңілісін санап өт. Ұлттың бағы жанарма екен хас тұлпары нары жоқ. Ал біреулер намысы жоқ, жігер қауқар қары жоқ. Кемсітпекші желтоқсанның жалаң аяқтары деп жоқ кешегі сын сағат так көкірегімде жанып от тұрған солар аяз сорған қызыл беттің ары боп дәуірінің тауығына шашылмаған тары боп тірліктегі әр ісінің жаңғырығы болады. Бұл табиғи жасырын заң өзгеріссіз қалады. Сол заңға сай сені бақыт не сор іздеп табады. Дүниені дүлсіктіткен жас толқынның саналы. Даңқын ешкім бүркей алмас, оны да еске салады. Желтоқсанның бас алаңы, қайсар рух алаңы. Автор Қалқаман Сәлин. Тәуелсіздік еркіндігім, қасиетім, қастерлім, өзің барда өзгене жоқ шермің, кеше сен келетін арманғып, бұданна бұғаландық басқа елдің, бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің, уа еркінді қош келдің, өзегімді өртке ораған қоғамда, өзіме өзім өгей болам ба, алсаң басып жалғыз алталаш, азаттығың қадіріңде жоғында, саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да, Алла берген азаттықтың әр сәті, аманат қой маған, саған, оған да. Саясатқа сенмей алмай семсерді, езгі күнге тері қылдым еңсемді, желтоқсанда жалын атып жастығым, құрсау болған темір қоған теңселді. 86 ерлігім бей, ең соңғы, уа еркінді, құның немен өлшеңді? Уа еркінді, құның немен өлшеңді? Сені көксіп боздақтарым, ерше өлді. Сенсің мен ең ғажайып өлең, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі, әр таңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген құбырымда өлшеулі. Жасақ Кәусар, екінші басында. Желтоқсан Асқар Абдрахман Асылбеков. 20 жыл азаттық, өзімізді құрсаудан да босаттық, ақтадық біз ата-баба үмітін,
Қолда қазір көк туменен бостандық, желтоқсанның қанды суық ызғары, қалың әскер қазағымды қорлады. Тәуелсіздікті қолдаған жастардың отан үшін табандары тозбады. Жүректе намыс оты лапылдаған, күш-жігері жастардың сарқылмаған. Отан үшін олар шығып алаңға, қарсағы өзендей тасқындаған. Болмасам да сол кезде мен сеземін, жүректе намыс оты сөнбегенін, ызғарына аяздың төзгендерін, бұл күннің оңайлықпен келмегенін. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі. Тату тәтті боп халқымыз әрқашан, кетпесін туған жердің берекесі. Екінші В сынып оқушысы Балтабай Томирис. Тәуелсіздік авторы Қалқаман Сари. Еркіндігім қасиеттім, қастерлім. Өзің барда өзегімде жоқ шермің. Кеше сенің келбетіңді арман қып, бұданына бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тіріп бәйгеге, аналардың жанарына жас берді. Уа еркіндік, қош келді. Өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйіне өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса, алтаң аш, азаттығым қадірімде жоғында. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған, саған, оған да. Саясатқа сермей алмай семсерді, ескі күні тері қылды мен сенді. Желтоқсанда жағын атып, жастығын құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы күрсіңдердің қалды ма? 86 елдігім бе ең соңғы? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп, боздақтарым өлсе өлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім. Ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңымда сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Бақали Исаев, қуан қазақ күн туды қуанатын. Ендіктерді аралап еркінді бір, алаулайды керемет көркінді нұр. Ала қайлап аспанға атып тұрып, берекелі бастығы бүркінді бір. Қуан қазақ күн туды қуанатын. Қазақ елі азат, қазақ жері азат, қазақ ері азат. Бұдан нұрлы шақ бар ма? Бұдан асар бақ бар ма? Қуан қазақ күн туды қуанатын. Әдепті арманды әуелігі үміт, кегеді алмас қазақты жау елгіліп. Тәуелсіздік туындай биік еңсен, кетті бүгін келмеске тәуелділік. Қуан қазақ күн туды қуанатын. Қазақ елі азат, қазақ жері азат, қазақ ері азат. Бұдан нұрлы шақ бар ма? Бұдан асар бақ бар ма? Қуан қазақ күн туды қуанатын. Төрт түліктен майысып арқа белдер, тойлап жатыр ой қырдан тарқар елдер. Танып жатыр бойында қазақ елін. Тәуелсіздік, тәуелсіздік, тәуелсіздік. Қазақстан тәуелсіздік ел. Жауына табынбаған, от болып жалындаған, азаттық қоныс қылған, еліне бақыт тұнған, қыраны еркін самған, аспанда қалықтаған, желбіреп жалаулары, иені жоқ даласында, әнұран шарықтаған, бәріне құшақ ашып, ешкімді жатсынбаған, көңілі ашық қашанда, бар елмен туыс болған, дұшпаны тұрса күліп, қиып түсер қылыш болған, дәстүрін ұмытпаған, ұлыларын ұлықтаған, зымзия харамдарды жанына жуытпаған,
Манарбек Ағжан. Желтоқсанның желі аязы, ызғары, қанды мұзда талай қазақ сыздады. Ұлт қамы үшін шыққан сол күн алаңға азап шекті қайсар қазақ қыздары. Талай қазақ қыздарда тоңдары, талай қазақ гүлдерінде солдары, ел билеуге алып келді көмейді қазақ ұлы Қонаевтың орнына. Егемендік бол елімнің елдігі, егемендік бол ұлттың теңдігі, егемендік елін жерін қорғауға ербол менен қайраттардың ерлігі. Үшінші А сыныбы. Изатбек Аяла. Тәуелсіздік елімде, бақыт құсы самғап ұшты көгімде, қазақ деген ғажап халық қашаннан, көк бөрінің ұрпағымыз тегінде, бабамның да арманы осы еді ғой аңсаған. Тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға, көк туымды қолыма бүгін беріп ұстадым, түсті бақыт жолыма менің Қазақстаным. Үшінші А сыныбы. Қазбек Аркен. Тәуелсіздік. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі, тату-тәтті болып халқымыз әрқашан кетпесін туған жердің берекесі. Тәуелсіздік үшін тігіп бастарын, желтоқсанда шықталанға жастарын, әр ұрпақтың құрбандары жетерлік, дербестікке кім сұрамақ басқа құл. Болмасам да сол кезде мен сеземін, жүректе намыс оты сөнбеген, ызғарына аяқтан төзгендердің бұл күннің оңайықты кемекенін. Жүректе намыс отты аулаған, күш жігері жастардың сарқылмаған, отан үшін олар шығып алаңға қарсы ағып өзендей тасқындаған. Зерхан Бейғарс. 3 А сынып. Фариза Оңғарсынова туған жер. О туған жер кемпері құшағың кен, саған көңіл бұлқынар құшағын мен, сағынышыңды қанат тұп саған қарай, балапандай талпынып шалынмен. Алақаны анамның топырағын, сендік махаббатымның олжалын, сені қалай сүюдің керектігін мен ешқандай кітаптан да оқымадым. Сенде таста қастерлі аспандалау, сенде жанды тербетер дастан барау, менің мына өмірге құштарлығым сені жақсы көруден басталған. Кешірмесен жантқылықпен жанымды жараласам, бар сырымды бүкпесіз саған ашам. Мен елкезіп кетермін отансыздай, үмітімді ақтауға жарамасам. Үшінші Ә сыныбы. Талғат Бексұлтан. Қазақстан. Арыстандай айбаттым, жолбарыстай қайраттым, аспандағы байрақтым, қанша жұлдыз жайнаттың, қанша бұлбұл сайраттың, Қазақстан ардақтым, тұлпарыңның шабысын, домбыраңның қағысын, күңір еткен дау үшін тарияның ағысын. Сүйем десем бәрі үшін Қазақстан намысын. Әрбір тасы киелі, әр уағы жүйелі, ән кернеген жүрегін, күй кернеген тиегін, саралтынан сүйгін Қазақстан жүрелім. Әрбір тасы киелі, әр уағы жүйелі, ән кернеген жүрегін, күй кернеген тиегін, саралтынан сүйгін Қазақстан жүрелім. Шаңырағың, шырағың, топырағың, тұмарың, ғаламда жоқ сыңарың, ғажайыбың жұмағың, басы таза бұлағың, басылмайтын құмарың, Қазақстан қыраның. Айың тусын оңыңнан, күнің тусын солыңнан, басыңа бақ орнасын, қыдыр болсын жолдасың, Құдай сені қолдасын, Қазақстан көз жасың. Төртінші А сынып. Асанова Айгүл. Төртінші А сынып. Асанова Айгүл. Тәуелсіздікке арнау. Бас иіпті саған осы алаңда, неге сонша күн жатырау бағында, тәуелсіздік деген сөзді естісем, бір кербезді көретінмін ғаламда. Тәуелсіздік ұлы ұғыммен тең едің, мен өзімді еркіндікке тең едім. Жыр жазыпты көп ақында жүректен, сол жырлардың шырқалатын сен едің.
Шадияр Жасмин, 4-ші А сынып. Шығарушы Нұрай Нұрлыбекқызы. Тақырыбы тәуелсіздік елмен мақтанамын. Тәуелсіздік еді көптің қалауы, жастық шақтың жалындады алауы. Ағалар мен апалардың ерігі, еркіндіктің желбіреген жалауы. Биік болсын шаңырағын күмбезді, дарытпасын Алла саған тіл көзді. Осы менің азат елім айбынды, татулыққа тасқа өрге жүргізді. Береке мен бірлік болған ұранның, мен осы азат елде тұрамын. Бақыттымын деп санаймын өзімді, арналады азат елге жыраным. Сондықтан да көтеріңкі көңілім, гүлге оран құлпырады өмірім. Елін сүйер ерлеріміз көп болып, тәуелсіздік ұзақ болсын өмірім. Жолдасбек Тимур, 4-ші А сынып оқушысы. Мағжан Жұмабаев, қазақ тілі. Күш кеміді, айбынды толқылады. Кеше батыр, бүгін қорқақ болады. Елікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған жүрек солғын соғады. Құран құстың қос қанаты қырқылды, күндей күшті күркіреген елтіңді. Асқар Алтай, алтын ана есте жоқ, батыр хандар, асқан жандар ұмтылды. Елдік, бірлік қайрат бағардың, жауыстады, жойды бәрін не бардың. 6 күннен бағасыз бір белгі ол, нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың. Жарық көрмей жатсаң да кең тілім, таза, терең, өткір күшті кең тілім. Тарап кеткен балаларды бауырыңа, ақ қолыңмен тарталарсың сен тілім. Айымбетова Айдана, 4-ші А сынып оқушысы. Тақырыбы Қазақстан. Қуат алған өзіңнен, туған елдің қызымын, бақытты етіп өсірген отанымның гүлімін. Азаттық жері, қазақтың елі, шаттыққа толы бүгінгі төрі, достықты бере кеткен бір серік, бейбіт күн тұрсын сәулесін төгіп. Өр елім, маңдайымнан жарық көрдім, бабалардың өнегесін алып келдім. Ескерткіш елім үшін орнатпасам, мына жалған өмірге неғып келдім. Рухынан жақсылардың нұр саулаған, жанымды мейірімі құрсаулаған, жайсаң өлке жайдары Қазақстан, шуақ шашқан сәулелі күнсің маған. 4-ші Б сынып Кәрібай балым, Қалқаман Сарин, тәуелсіздік. Тәуелсіздік сенсін сыйым ең қымбат, басымызға баға жетпес бердің бақ. Кемелденіп келемін ме бақытты, бала шақтан болашаққа қол бұлғап. Мен тәуелсіз Қазақстан өркені, мен жаңа күн жаңа дәуір желкені, мен кешегі арыстардың арманы, жарқын өмір, еркін өмір ертені. Сармырза Сымбат, 4-ші Б сынып. Қазақстан таулары. Айбатыр Сейтал. Әр ауылы Әнатау, жетісу жер жаннаты. Асқаралы Алатау, құшағында Алматы. Кімнен қуат аламыз, тау болмаса саңғайда. Жатыр ұлы даламыз, арқа сүйеп Алтайға. Көкке жеткен түндігі, тауларыммен мақтанам. Ұлытау жер кіндігі, ұлт бірлігін сақтаған. Көкшетауда мүсігіп, көрген адам тамсанған. Әрбір тасы сыр шертіп, ақ қайыңы ән салған. Тыңда таудың ән жырын, бұлақ ағар сыңғырлап. Қара қалы бүгінде Мәдиенің тұр шырқап.
Таудың бірі тағдырлы, керек оны бағалау, қазақ үшін қадірлі, қасиетті Қаратау. Тау жуынса жауынға, таста жібіп бұлқынған, Баянауыл тауымды сұлулықпен сыртынған. Ақыл құйған санама, ата мекен аумағы, көріп берген далама, Қазақстан таулары. Ендеше мәнерлеп оқу сайысының қорытындысы шыққанша, құрметті көрермен қауым, сіздерге 4-ші Б сынып оқушысы Аманжол Қуаныш адамның баласы әнімен қол соғып қошеметпен шақырайық. Шағылымызды жабылған жерге қалар. Сүремін бұл өмірді меніккен жүрегімді шектеме шекаралар. Адамның қарасымыз, атамның баласымыз, адамның баласымын. Адамның баласымын, ғаламның баласымын, бар әлем жанашырым. Әлемге көңіліңді бөлсең, болған өмір жүрмейтін өлсең, жастыққа еркелетер сені, барлығын бауырыңдай көрсең. Әлемге көңіліңді бөлсең, болған өмір жүрмейтін өлсең, жастыққа еркелетер сені, барлығын бауырыңдай көрсең. Тазалығым мен болам, тазалығым өнерден табармағым. Күтемін кезегімді, танытам өзегімді, сол менің бар арманым. Жұлдыздай жану үшін, тарихта қалу үшін, өнерді таңдағанмын. Тұнбаймын еңбегінде, мәніммен тербебінде, ұлылығым бар ғаламым. Әлемге көңіліңді бөлсең, болған өмір жүрмейтін өлсең, жастыққа еркелетер сені, барлығын бауырыңдай көрсең. Әлемге көңіліңді бөлсең, болған өмір жүрмейтін өлсең, жастыққа еркелетер сені, барлығын бауырыңдай көрсең. Even
ұстаздар, сіздерді біріншіден еліміздегі тоқырау биік тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтағым келеді. Еліміздің жаңағы тәуелсіздігі тұғырында көк байрағымыз жерге түспей, өз орнында желбіреп тұра берсін дегіміз келеді. Енді бүгін сол тәуелсіздікке арналған іс-шаралардың ішіндегі осы 2-4 сыныптардың қатысуымен өтетін іс-шара бүгін тәуелсіздікке арналған жырларды мәнерлеп оқудан байқау болатын. Енді бұл 2-4 сыныптар арасында жүргізілгендіктен әр сыныптан 2 оқушыдан 3 оқушыдан шыққан екен. Біріншіден сіздерге көп рахмет айтқым келеді. Себебі сыныпта 25-20 оқушы болса, соның ішінен сіздер шығып, бүкіл сыныптың абыройын осы жерде қорғап, сыныптарыңыздан артынан шығып, апайларыңыз берген тапсырманы бұлжытпай орындап, жатта, өлеңді тауып, жатта, оны сезініп, осы жерде оқығанның өзі үлкен еңбек. Сондықтан барлықтарыңызға қатысқандарыңыз үшін рахмет айтқым келеді. Енді бұл байқау болғаннан кейін, әрине, біреу жеңеді, біреу жеңіледі. Бірақ бұны біз жеңіліс деп қабылдамауымыз қажет. Осы жерде ең алғаш рет сахнаға шығып,
көрерменнің алдында өлең оқып отырған балалар бар. Ол өте қиын деп ойлаймын. Ал енді осы ізденістеріңді тоқтатпай, ары қарай ізденіп, өлең жаттап, кітап оқып, өздерін дамытып, жетілдіріп, осындай байқауларға үнемі қатыса берсеңдер, онда сендер кейін жоғарғы сыныптарға барғанда да осы барлық байқаулардың жүлделі орындарын ешкімге бермейтін, бәсекелестікке қабілетті, сондай білімді, тәрбиелі, шығармашыл, жан-жақты оқушы болатындықтарыңызға мен кәміл сенемін. Енді бүгінгі іс-шараға қатысқандарыңыз үшін барлықтарыңызға алғыс айтамыз және мадақтама грамотасын тапсыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 31 жыл болуына орай Ыдырыс Ноғайбаев атындағы номер 18 орта мектебінде өткізген тәуелсіздік жыр әнін атты мәнерлеп оқу сайысына қатысып, ерекше көзге түскен 3-ші А сынып оқушысы Манарбек Ақжан марапатталды. Дәл осындай мақтау қағазымен 2-ші В сынып оқушысы Қадапия Нұрали марапатталды. 2-ші Б сынып оқушысы Жасұзақ Кәусар марапатталды. 2-ші Ә сынып оқушысы Бәкен Айша марапатталды. 'Оқушылар қалай жаттап тұр? 2-ші Ә сынып оқушысы Аян қызы Раяна марапатталды. 2-ші А сынып оқушысы Нағымет Асыл марапатталды. 4-ші Б сынып оқушысы Сармырза Сымбат марапатталды. 4-ші Б сынып оқушысы Кәрібай Балым марапатталды. 3-ші Ә сынып оқушысы Айымбетова Айдана марапатталды. 4-ші А сынып оқушысы Асанова Айгүл марапатталды. 4-ші А сынып оқушысы Шадияр Жасмин марапатталды. 3-ші А сынып оқушысы Изатбек Аяла марапатталды. 3-ші А сынып оқушысы Қазбек Ағерке марапатталды. 2-ші А сынып оқушысы Адамбай Нұрхан марапатталды. 3-ші Ә сынып оқушысы Талғат Бексұлтан марапатталды. Бұл осы мақтау қағазы сендерге бүгінгі шараға қатысқандарың үшін тәуелсіздікке ән жаттауы, өлең жаттауы арқылы, мәнерлеп оқу арқылы өз үлестеріңді қосқандарың үшін беріліп отыр. Ал енді бүгінгі байқаудың жүлделі орын иегерлері ол 3-ші орынды иеленген 4-ші Ә сынып оқушысы Жолдасбай Тимур. 2-ші орын иегері 3-ші А сынып оқушысы Сейілхан Бейбарыс. 2-ші А сынып оқушысы Молдабай Таң Шолпан. 2-ші А сынып оқушысы. Ал бас жүлдені иеленген Балтабай Тамирис 2-ші В сынып оқушысы. Барлықтарыңызға көп рахмет. Шынында да жаңа жүлделі орын алып жатқан оқушылар бар. Мен Бексұлтан, сенің есімің? Бексұлтан біз атап айтып келген өте әдемі, сондай мәнері бар, өлең жаттаған 3-ші орынға әбден лайықты оқушы болды. Енді бірақ дегенмен де байқаудың аты байқау. 2 сыныптан да басқа оқушыларды да ескертіміз келді. Сондықтан да бүгінгі жүлделі орын иелері шын жүректен құттықтаймын. Сендерден үлкен осы тәуелсіздіктің тұғырын берік ұстайтын, ертеңгі еліміздің тұтқасы болатындай, білімді, әр саланың білімді маманы болатындай ұлдар мен қыздар шығады деп сенеміз. Әр уақытта білімге деген құштарлықтарың мол болсын. Көптен көп рахмет бүгінгі байқауға қатысқандарыңыз үшін. Рахмет.